Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Егер сіздің алдыңызда компьютер таңдау мәселесі пайда болса, онда бұл видео сізге арналады. Ал егер сіз компьютерді өте жақсы білетін болсаңыз, және де сізді қандай компьютер таңдау керек деген сұрақпен жиі мазалайтын болса, онда сізге жауап табылды. Бауырым, осы видеоны көрші деп сілтемесін жібере салыңыз. Олай болса кеттік. Компьютерді қалай таңдаймыз? Ең алдымен біз қандай операциондық жүйемен жұмыс істейтінімізге шешім қабылдауымыз керек. Осы сұраққа жауап беруіміз керек. Негізгі тараған операциондық жүйелерге шамалы шолу жасайық. Біздегі ең негізгі, ең жиі, ең кең тараған операциондық жүйе ол әрине Windows операциондық жүйесі. Бірден артықшылықтары мен кемшіліктері туралы айтып кетуді жөн көріп тұрмын. Артықшылығы әрине ол кең таралуы. Ағылшынша айтқанда комьюнити, яғни осы операциондық жүйені қолданатын адамдардың өте көп болуы. Оның несі пайдалы десеңіз, кез келген операциондық жүйе белгілі бір деңгейде кемшіліктерге ие, белгілі бір қиындықтар, мәселелер туындайды, және де осы операциондық жүйені қолданушы адамдардың саны көп болған сайын, сол мәселе барынша жылдам шешіліп, немесе осы күнге дейін шешімін тауып қойған деген бір пікір бар. Кемшілігі әрине белгілі бір деңгейде жұмыс істеу процесі қиын деп айтсақ болады. Яғни белгілі бір тоқтап қалулар, қатып қалулар, немесе басқа да бір әрекеттер болуы мүмкін. Бұл бірінші кемшілігі. Екінші кемшілігі кең тарау себебінен оған деген шабуыл да жиі болады. Яғни вирустардың көпшілігі осы операциондық жүйеге арналып жазылады. Бұл осындай бір кемшіліктер бар. Келесі операциондық жүйе ол Apple компаниясының операциондық жүйесі. Бұл операциондық жүйе туралы көп айта алмаймын, себебі оның қолданушысы емеспін. Дегенмен, осы күнге деген жинаған ақпараттарға байланысты айтатын болсақ, оның негізгі артықшылығы оның тұрақтылығында, Windows операциондық жүйесіне қарағанда белгілі бір кемшіліктері, жұмыс істеу процесіндегі кідірістер өте аз. Жоқ, 100% жоқ деген сөз емес, оның да өзінің кемшіліктері бар. Дегенмен Windows операциондық жүйесіне қарағанда аз, және де екінші айтарлықтай артықшылығы ол экосистема дейді. Яғни ол өзінің компаниясының басқа құрылғыларымен өте тығыз байланыста. Яғни Apple компаниясының телефоны, компьютер, сағаты, наушниктері болатын болса, осы нәрселер бір-бірімен өте жақсы байланысқа түскен. Яғни сіз наушнигіңізді соткаңызға бекітіп қойып, бір мезгілде компьютеріңізге ауыстырып жіберіп, ұялы телефоныңыз басқа жақта, басқа бөлмеде қалып, сізге қоңырау кірсе, сіз оны компьютерден қабылдай саласыз деген сияқты белгілі бір фишкалары, бір тәтті тоқаштары бар. Енді бізде үшінші ойыншы бар. Ол Linux операциондық жүйесі. Егер оқырмандардың ішінде компьютерді жақсы білетін адамдар болатын болса, онда бірден айқайлап айтуы мүмкін: әсет, қайдағы Linux операциондық жүйе емес, ол тек ядро деп. Linux ядросының негізінде көптеген дистрибутивтер, яғни соның негізінде жазылған операциондық жүйелер бар. Сіздердің алдарыңызда қазір солардың негізгілері көрсетілген, олар өте көп. Олардың көбісі, барлығы дерлік тегін, бірақ арасында ақылы түрлері де бар. Осыдан бірден Linux операциондық жүйесінің артықшылығы атып шығады, ол тегін. Яғни сіз Windows-ты сатып алу керексіз. Көп жағдайда оны сатып алу керек. Әйтпесе сізде оның лицензионды емес нұсқасы болады. Apple компаниясының операциондық жүйесі түсінікті, енді ол құрылғысын сатып алғаннан кейін соның ішіндегі операциондық жүйесімен бірге келеді. Ал Linux ол 100%, 99% тегін. Кейбір жағдайларда, кейбір дистрибутивтер олар ақылы болуы мүмкін. Ең негізгі артықшылығы осы болар. Одан бөлек артықшылығы ретінде, егер сіз бағдарлама жазумен немесе осы бағытта IT саласына қызықсаңыз, онда белгілі бір деңгейде осы Linux операциондық жүйесін білу керексіз деп ойлаймын. Өйткені көп жағдайда сіздің алдыңыздан бұл мәселе туындайтын болады. Және де кейбір қарапайым кеңселік мәселелерде, кейбір арзан
компьютер жинау керек болып одан тез белгілі бір шағын мәселелер шешу керек болған кезде Linux таптырмайтын шешім. Ары қарай кеттік. Ендігі сұрақ компьютердің қандай түрімен жұмыс істеймін деген сұрақ болу керек. Яғни ол стационарлы үйіңізде тұратын осындай десктоп компьютер болуы мүмкін, немесе ноутбук, әлде моноблок па. Әр нұсқаның өзіндік бір артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Десктопты компьютердің ең негізгі артықшылығы оның оңай жаңаруында. Белгілі бір құрылғылар, ал сіз білесіздер, процессорлер жаңарады, оперативті жадылар жаңалады, тұрақты жадылар жаңарып тұрады, көлемі өсіп тұрады, тағысын тағы. Әр кез құралды ауыстыра бергеннен гөрі оның ішкі құрама бөліктерін ауыстырып жаңартып отырған әлдеқайда тиімді. Бұл жағынан десктопты компьютер бірінші орын алады деп айтуға болады, яғни ол чемпион. Екінші бізде ноутбук, ол кең тараған, оның артықшылығы айқын деп ойлаймын. Оның негізгі артықшылығы оның оңай бір орыннан екінші орынға алып жүру мүмкіндігі. Яғни теориялық тұрғыдан кез келген компьютерді алып жүруге болады, бірақ ноутбук ең ыңғайлысы болар. Моноблок. Моноблоктың артықшылығы оның жинақы корпусында болу керек. Яғни сіздің жұмыс істеуіңізде артық сымдар, артық бөлшектер тұрмайды. Сіздің жүйелік блогыңыз бен мониторыңыз бір корпусқа бекітіліп, тек бір үлкен қалың монитор жұмыс істеуіңізде тұрғандай. Заманның дамуына байланысты ол тіпті қатты үлкен қалыңдай емес көп жағдайда. Қазіргі заманауи моноблоктар өте жақсы жинақталған. Шешім қабылдау өз еркіңізде. Белгілі бір деңгейде айтып кету керек. Ноутбукты да және моноблокты да апгрейд дейді, яғни жаңартуға болады. Бірақ ол әрине жүйелік блокты жаңартуға болатын мүмкіндікпен салыстыруға да келмейді. Ары қарай кеттік. Соңғы сұрақ сіз өзіңізге қоятын, мен компьютерді қандай мақсатта алып жатырмын? Біріншісі қарапайым мақсат, яғни сіз оқуға немесе қарапайым кеңселік жұмыстарды жасауға алуыңыз мүмкін. Ол белгілі бір категория деп айтуға болады. Екіншісі сіз ойын ойнауға, яғни белгілі бір күрделі ауыр ойындарды ойнауға мүмкін, бұл нәрсемен кәсіби түрде айналысуыңыз мүмкін. Ол бөлек категория. Соңғы бөлек саласы ол ғылыми зерттеу жұмыстары немесе бағдарламалау, бір сондай есептеулерді жүргізуіңіз мүмкін. Енді әрине осы есептеулерге белгілі бір талаптар бар. Кеңселік тапсырмаларға, Word, Excel, PowerPoint ашуға, браузермен жұмыс істеуге аса үлкен қуаттың қажеттілігі жоқ. Ол ең қарапайым аппараттық жабдықтама болса да жеткілікті. Бірақ бұл жерде бір ескеретін нәрсе бар, ол туралы қазір кейінірек айтамын. Келесі, ойын үшін сізде міндетті түрде видеокартаңыз өте жақсы болу керек. Өйткені ойын деген ол сіздің алдыңызда тұрған бейнемен жұмыс істейтін бізде видеокарта, ол өте мықты болу керек барынша. Әрине енді тренажерлық залға барып тек қана қолын жаттықтыра беретін адамға ұқсап қалмас үшін, қолында үлкен, денесі кішкентай болып қалмас үшін, видеокартаға сәйкес басқа құрама бөліктері де, аналық платасы да, процессоры де, басқа бөліктерінің барлығы соған сәйкес болу керек. Тек қана жалғыз жақсы видеокартаны алып, күшті жұмыс істеймін, бәрі жақсы болады, күшті жақсы ойындардың бәрін жақсы деңгейде ойналады деген пікір ол қате. Ал енді сіз күрделі есептеулер, ғылыми зерттеумен айналысатын болсаңыз, әрине видеокартада артық етпейді. Жалпы аппараттық жабдықтамасы жақсы болу керек, күрделі есептеулер шығара алу керек. Енді құрама бөліктер бойынша айтайық осы әңгімені. Бірінші кезекте бүкіл құрама бөліктерді қозғамаймыз, тек негізгілерін ғана қозғайтын боламыз. Негізгісі бізде ең алдымен процессор таңдалу керек. Процессорда бізде ең үлкен екі ойыншы бар, ол AMD және Intel. Және де мен беретін ең негізгі кеңесім,
төменгі сатылы өте әлсіз процессорлерді алмаңыздар. Intel процессорлер үшін ол Celeron брендімен сатылатын процессорлер, AMD үшін Atom брендімен сатылатын процессорлер. Сондықтан осылардан аулақ болуға тырысу керек. Мүмкін өте бір қарапайым мәселелер үшін немесе кішкентай мектеп оқушысының алғашқы компьютер ретінде бұл таңдау ақталатын шығар, белгілі бір бастама ретінде. Бірақ басқа жағдайлардың бәрінде олардан аулақ болуға тырысу керек. Өйткені олар өте жылдам әлсіреп істен шығып қалуы да мүмкін, немесе жұмысы өте байлап кетуі мүмкін. Абай болу керек. Келесі видеокарта. Жалпы видеокартасыз компьютеріңіз тіпті болу мүмкін емес. Өйткені сіздің экраныңызда шығып тұрған қарапайым бейне, жай жұмыс үстеліне қарап отырсаңыз да, ол видеокартаның жұмысы. Сондықтан видеокарта кей жағдайларда сіздің процессорыңызбен бір кристалда болуы мүмкін, яғни бірігіп кеткен екеуі, оны интегрированный видеокарта дейді, яғни процессормен бірігіп кеткен. Әрине олардың жұмыс қуаты, өнімділігі төмен, бөлек видеокарталар бар, олардың да өзіндік градациясы, деңгейлері бар. Сондықтан оны таңдауда да белгілі бір мұқияттылық таныту керек. Келесі бізде оперативті жады. Оперативті жадының ең төменгі бөлігі ол 4 гигабайт. Одан төмен енді 21 ғасырдың 22 жылында ұят болады. 4 гигабайттың өзі ол бастапқы бірінші жағдайға сәйкес келер. Қарапайым жұмыс, офистік, кеңселік жұмыстар мен интернет браузер үшін жеткілікті болып қалар. Бірақ одан сәл күрделі бір әрекеттер жасайтын болсаңыз, сізге міндетті түрде оператив жады одан көбірек болу керек. Жақсысы 8 гигабайттан жоғары алсаңыз. Келесі тұрақты жады. Бұл енді сіздің өзіңіздің жеке таңдауыңыз. Сіз өзіңіз қаншалықты көп ақпарат сақтайтыныңызға байланысты. Бұл жерде тек айтатын нәрсе, жедел жадының қазіргі таңда жалпылама алған кезде екі түрлі бағытта бөлінеді деп айтуға болады. Олар қатқыл диск, яғни жесткий дисктер. Олардың жұмыс істеу принципі сәл басқаша, және де SSD деп аталады. SSD дисктер қымбатырақ болады, бірақ олар әлдеқайда жылдам жұмыс істейді. Олар туралы бір аңыз бар, олардың жұмыс істеу өмірі қысқа деген. Қазіргі заманауи SSD дисктер ғұмыры қысқа деп айтуға келмейді. Олар жоқ дегенде 5-6 жыл жұмыс істеуге жарайды. Ал 5-6 жылда сіздің тек қана тұрақты жадыңыз емес, басқа құрама бөліктерде әбден ескіріп қалуы мүмкін. Тіпті белгілі бір деңгейде көп қолдансаңыз, сіздің қатқыл дискіңізді осы уақытқа қарапайым тілмен айтқанда шаршап қалады. Енді осымен ақпарат бітті деп ойлауыңыз мүмкін, алайда видео әлі біткен жоқ. Себебі сіздерге арналған бір сыйлығым бар. Сіз түрлі процессорлердің атаулары бар екен білесіздер. Олар өте көп, ішінде басыңыз қатып адасып кетуіңіз мүмкін. Сондықтан мен сіздерге кішігірім сыйлық дайындап қойдым. Ол осындай файл. Intel және AMD процессорларының атауларының сыры деп аталады. Жаңағын айтып өттім. Бізде екі үлкен ойыншы бар процессорлерді жасап сататын, олар Intel және AMD. Енді солардың қандай түрлері бар, олардың аттарындағы әрбір бөлігі қандай мағынаны береді, соңындағы әріптік жұрнақтары бар, солар әрқайсысы әртүрлі жағдайда түрлі мағына береді. Солардың барлығы қандай мағына беретіні егжей-тегжейлі жазылған арнайы файл сіздер үшін дайындап қойдым. Ең кереметі, оны сіз тегін ала аласыз, және де екінші керемет нәрсе ол қазақ тілінде. Енді алу үшін не істеу керек? Алу үшін сіз Ойлан онлайн сайтына кіресіз. Осы жерде курстар, курстардың ішінде компьютерлік сауаттылық курсы. Осы курстың ішінен тауып алыңыз. Тегін осы курстың ішіне салып қоятын боламын. Тауып алып, қолданып, компьютер таңдауда жаңылмаңыз. Кездескенше.